Менің каналыма қош келдіңіз. Егер де сіз осы бейнені көріп отырсаңыз, сізді бір нәрсе мазалап, қатты уайымдап жүрген боларсыз. Мен сізге осы қиын сәттен өтуге, көмектесуге тырысамын. Және тыныштық сезіміне алып келемін. Біріншіден айтқым келетіні, дүрбелең мен мазасыздық күйді санамыз тудырады. Бұларды жеңуде біз дәрменсіздік танытамыз. Сондықтан да мен сізге екі ойды ұсынғым келіп тұр. Егер де сіз оларды түсініп қабылдасаңыз, ол сіздің күйіңізді кішкене болса да жеңілдете түседі және жайсыздықты жеңілдетеді. Бірінші ой, ол сіздің қазіргі күйіңіз мәңгі емес. Тіпті сізді мазасыздық жеңсе де, сіз өзіңізді өліп бара жатқандай сезінсеңіз, немесе қорқынышты нәрсені сезінсеңіз де, барлығы өтеді. Барлығы жақсы болады. Бұның бәрі өтеді деп сізді тынышталдырып, сендіргім келеді. Бәрі жақсы болады. Өзіңізді жеңіл сезінуге бірінші қадамды жасаңыз. Сіздің дәл қазіргі күйіңіз, ол сіздің уақытша серігіңіз. Сіз медитацияның соңында үлкен тыныштық күйге жетесіз. Бәрі де өтеді. Соңында бәрі жақсы болады. Сіздің денеңіз дәл қазір физиологиялық реакциядан өтіп жатыр. Бұл қалыпты жағдай. Бірақ бұл күй шексіз ұзақ болуы мүмкін емес. Бұл сезім кетеді. Қазір айтып отырғаныма сенбесеңіз де, мен дәл қазір сізге ескертемін. Бұның бәрі өтеді. Себебі мен өзім осындай күйден өткенмін. Мүмкін осы бәрі өтіп кетеді деп айтуымның өзі сізге жеңілдік алып келуі мүмкін. Бәрі өтеді. Бәрі жақсы болады деген ойды сезініп көріңіз. Мен ұсынып отырған екінші ой, ол бұны есте ұстау. Сіз өзіңізді қамқорлық жасай алатын күй. Сіз құр отырған жоқсыз. Сіз өзіңіздің күйіңізді жақсарту үшін әрекет етіп жатырсыз. Сіз мазасыздық күйді жеңіп, тыныштық күйге келесіз. Сіз осы ойларды тыңдап, қабылдау арқылы өз күйіңізді жақсартуға жауапкершілік аласыз. Бұл тыныштыққа өтудің екінші кішкентай қадамы.
Сіз осы медитацияны тыңдай отырып, кезең-кезеңімен сенімділігіңіз артып, жан тыныштығыңыз бірте-бірте күшейе түседі. Бәрі өтеді. Бәрі жақсы болады. Қазір дем алуға тырысайық. Мүмкін сізге демалу қиын болып тұрған шығар. Дем алып тұрып, кез келген сөзді немесе сөз тіркесін айтыңызшы. Мейірімді сөз айтыңыз. Болмаса, дәл қазір ішкі жан дүниеңізден шыққан сөздерді айтсаңыз болады. Ойыңызға келген алғашқы сөзді дауыстап айтыңыз. Жақсы. Айта білгеніңіз сіздің дем алып жатқаныңызды білдіреді. Елестетіңіз. Сіздің алдыңызда шам қойылған, туылған күн торты тұр. Қазір сол шамды үрлей бастаңыз. Жақсы, терең дем алыңыз. Жаймен дем шығарыңыз. Жақсы, тағы да терең дем алып, пауза жасаңыз. 1, 2, жаймен дем шығарыңыз. Тағы да дем алып, пауза, 1, 2, жаймен дем шығарыңыз. Жақсы, өте жақсы. Сізге қажет ауаның барлығы сізде бар. Жан жағыңызға қараңыз. Сіз тұрған жеріңізге қараңыз. Сізде бәрі жақсы және қауіпсіздікте екеніңізді түсінесіз. Елестетіңіз. Сіз қазір табиғаттың ең сұлу жерінде тұрсыз. Бұл тау, орман, теңіз жағалауы немесе жаймен ағып жатқан өзен жағасы болуы мүмкін. Ол сіздің қиялыңыздан шыққан кез келген жер болуы мүмкін. Ол жердің әрбір бөлшегін елестетуге тырысыңыз. Сіз қазір қобалжып тұрсаңыз да, есіңізде болсын. Бұл сезім өтіп кетеді. Тіпті сіздің ақылыңыз сізге қауіптесіз десе де, барлығы өтеді, кетеді. Тіпті мен берген кеңес те сізге көмектеспесе де, бәрі жақсы. Оны да қабылдаңыз. Біздің әрқайсымызда өзімізге тән реакция бар. Барлығына сенімді нәрсе, бұл мазасыздық сезімі міндетті түрде өтеді. Егер қаласаңыз, тағы да
алдыңғыдай тыныс алайық. Егер де сіздің күшіңіз таусылып қаламасаңыз, жай ғана өзіңіздің табиғи деміңізді байқасаңыз болады. Менің даусымды жай естіп жатсаңыз болады. Егер де бұл сізге көмегін тигізсе, онда сіздегі сезім бірте-бірте басылады. Сіз өзіңізді еркін сезіне бастайсыз. Дем алып, дем шығарыңыз. 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 Жақсы. Шын мәнінде бәрі жақсы. Қазір жай ғана жаттығу жасайық. Жұдырығыңызды қаншалықты қатты қыса аласыз, соншалықты қысыңыз. Қолыңыздағы напряжениені сезініңіз. Саусақтарыңыздағы және сол напряжениені жіберіп, бұлшық еттеріңізді босатыңыз. Қолыңыздың салмағын сезініңіз. Терең дем алып, барлық ауаны шығарып жіберіңіз. Жақсы, өте жақсы. Сіз напряжениені қалай жіберіп, босатып жатқаныңызды сезініңіз. Жақсы, сіз керемет жұмыс істеп жатырсыз. Жарайсыз. Олай болса, осы жаттығуды тағы да қайталайық. Бұл жолы қолыңызбен бірге бет бұлшық еттерін де жиырыңыз. Енді жұдырықты жұмып, онымен бірге бет бұлшық етін, ерінді, қабақты қатты жиырыңыз. Өте жақсы. Қазір барлық жиыруды жіберіңіз. Жақсы, өте жақсы. Терең дем алып, дем шығарғанда барлық бұлшық еттеріңізді босатыңыз. Оларды жиырылудан босатыңыз. Жиырылу жаймен кетіп, қолыңыздың, бетіңіздің бұлшық еттері босауда. Енді алақандарыңызды ысқылаңыз. Сіз жылу сезінгенше ысқылаңыз. Енді сол алақандарыңызбен екі көзіңізді жабыңыз. Сіздің қолыңыздан шыққан жылу бетіңізді жылытуда. Бұл жылудың сізге қалай кіріп жатқанын сезініңіз. Жылулық сіздің ішіңізден қалай нәзік сипап, жылытып жатқанын сезініңіз.
тағы да терең дем алып, жаймен дем шығарыңыз. Өте жақсы. Сіз тамаша істеп жатырсыз. Егер де сіз мазасыздық әлі кетпегенін сезсеңіз, бәрі жақсы. Әр қайсымыздың реакциямыз әр түрлі. Ол үшін өзіңізді сөкпеңіз. Дүрбелең шабуылдығында дұрыс немесе бұрыс ештеңе жоқ. Бұл сезімге жабыспауға тырысыңыз. Оны жіберіңіз. Жарайсыз. Нәтиже қандай болса да, сіз бәрін жеңесіз. Осыны есте сақтаңыз. Жарайсыз. Сіз керемет жұмыс жасадыңыз. Терең дем алып, пауза. 1, 2. Жаймен дем шығарғанда, сіз қауіпсіздіктесіз, және бәрі де жақсы. Дем алып, пауза. 1, 2. Жаймен дем шығарыңыз. Сіз қауіпсіздіктесіз. Бәрі жақсы. Терең дем алып, пауза. 1, 2. Жаймен дем шығарыңыз. Есте сақтаңыз. Сіз қауіпсіздіктесіз. Сізде бәрі жақсы. Терең дем алып, пауза. 1, 2. Жаймен дем шығарыңыз. Сіз қауіпсіздіктесіз. Сізде бәрі жақсы. Сіз қауіпсіздіктесіз. Сізде бәрі жақсы. Сіз қауіпсіздіктесіз. Сізде бәрі жақсы. Терең дем алып, пауза. 1, 2. Жаймен дем шығарыңыз. Сіз қауіпсіздіктесіз. Сізде бәрі жақсы. Сіз қауіпсіздіктесіз. Сізде бәрі жақсы. Сіздің денеңіз тыныштықта. Сіздің денеңіз сізді жақсы көреді және сізге жақсылық тілеуде. Сіздің денеңіз әртүрлі сезімдерді жақсы деп қабылдайды. Сіздің ақылыңыз да тынышталуда. Сіздің миыңыз сізді жақсы көреді және тынышталуда. Сіздің миыңыз сізді жақсы көреді. Кейбір кезде ол сіздің назарыңызды кейбір жағдайларға аударғысы келеді. Ол бұны әртүрлі эмоциялар арқылы, соның ішінде мазасыздық және дүрбелең шабуыл арқылы жасайды. Бұл сезімдер сізге жаудай көрінуі мүмкін. Олар да өтеді.
бәрі жақсы болады. Жақсы, сіз қауіпсіздіктесіз. Сіздің денеңіз бен миыңыз бұл сіз үшін қауіпсіз орын. Денеңіз бен миыңыз сізді жақсы көреді. Өз денеңізді жақсы көріңіз. Ол өзіңіз сияқты тамаша. Тіпті сіз қазір менің сөзіме сенбесеңіз де, мен сізді сендіремін. Бұның бәрі шындық. Сіз ерекше жаратылыссыз. Сіз сияқты бұл әлемде ешкім жоқ. Сіз сол үшін де бұл әлемге керексіз. Қазір менің соңымнан қайталаңыз. Бәрі жақсы. Мен өзімді жақсы көремін. Мен қазіргі сезімдерімді қабылдаймын. Мен бұлардың бәрін жеңетін жолдар мен күшті өзімнен табамын. Мен өзімді қалай бармын, солай қабылдаймын. Барлық күдіктеріммен және мінезіммен қабылдаймын. Менің бар бөлігіммен бірге қабылдаймын. Мен ерекше сұлық жаратылыспын. Өз өзіммен болу және өмір сүру бұл бақытты. Мен өзімді бүгін, ертең және әр уақытта жақсы көремін. Мен өзімді барлық уақытта жақсы көремін. Бәрі жақсы. Терең дем алып, жаймен дем шығарыңыз. Тағы да терең дем алып, дем шығарыңыз. Өз денеңізді және айналаңызды сезініңіз. Қаласаңыз, көзіңізді ашсаңыз болады. Қазір тұрғаннан соң салқын сумен жуыныңыз. Ол сізді мазасыздықтан арылтады. Мен сізге көмектестім деп ойлаймын. Есте сақтаңыз, сіз ерекше жансыз. Сіз бұл әлемде қайталанбайсыз. Бәрі жақсы. Сізді құшып, жақсылық тілеймін. Келесі кездескенше.